Бәріңе сәлем, құрметті оқушылар. Жалпы математика 21 маусымды бастайық. Талдауды есептерін. Ой, мен не үшін ашып жатырмын. Так. Қандай есептер кездеседі екен? Бір тексере алайын, жазылып жатыр, жазылып жатқан жоқ. 18 минут кетті. Ал 18 секунд кетті. Ең біріншісі, өрнекті ықшамдаңыз. Бұл жерде енді қысқаша көбейту формуласына келтіруге болады. Мысалы, мынау 46 деген өзі тұра берсін. Ал мына 6 түбірасты 5 дегенді біз былай жазамыз. 2 көбейтілген 3 түбірасты 15, 3 түбірасты 5 көбейту 1 деп алсам болады. Сонда бұл жердегі мынау 2 дегеніміз 2, мынау дегеніміз А, ал мынау дегеніміз Б. 2АБ. Ал бұл А квадрат пен Б квадраттың қосындысы. Егер неге мен А мен Б-ны, А-ны былай алдым, Б-ны былай алдым? Себебі егер квадраттап қосатын болсақ, А квадрат пен Б квадраттың қосындысы, мынаның квадраты 1, ал А-ның квадраты бізде 45 болады. Егер қосатын болсақ, 46 болады, ол мынаған тең. Ал егер мен басқа оқушылар сияқты, мысалы, біреуін 3, ол А, біреуін Б, ол түбірасты 5 деп бөлек-бөлек алатын болсам, онда мынаның квадраты 9, мынаның квадраты 5, қосындысы менде 14 болып қалатын еді. Сондықтан да мен 2-ні бөліп алғаннан кейін 3 түбірасты 5-ті бірге оны А деп алдым, ал мынау 1 болады. Сондықтан бізде қандай формула шығып жатыр? А квадрат қосылған Б квадрат қосылған 2АБ болып тұр. Сонда бұл А қосылған Б-ның квадраты болады. Сонда тең түбірастында А дегеніміз бізде 3 түбірасты 5 қосылған 1-дің несі квадраты. Квадратпен түбір кетеді, сонда тең болады 3 түбірасты 5 қосылған 1 деген жауап. Егер квадраттап қайтадан келтіретін болсақ, мынаның өзі шығады. Яғни мынаның бастапқысы шығады. Сонда 3 түбірасты 5 қосылған 1 деген бізде С жауабы шығады екен. Келесі, екінші есеп бұл b квадрат теңдеу. Мынау формула керек емес қазірге. b квадрат теңдеуде біз оны жаңа айнымалы енгіземіз. Яғни бұл жердегі x квадрат дегенімізді тең y деп аламыз. Сонда 9y квадрат азайтылған 10y қосылған 1 тең 0. Дискриминант бізде 100 азайтылған 36 тең 64. y 1-де 2 не болады? 10 плюс минус 8 бөлінген 18 болады. Бір түбіріміз бізде 1, бір түбіріміз бізде 1 бөлінген 9. Сонда x-ның орнына қойсақ, x тең 1 болатын болса, x квадраттың орнына. Яғни мына екеуінде барып y-ның орнына қойып x табуымыз керек. x квадрат тең 1 болса, x тең плюс минус 1, ал x квадрат тең 1 бөлі 9 болса, x тең плюс минус 1 бөлінген 3. Сонда бізде D деген жауап дұрыс болады. Келесі. Логарифм. Логарифм деген теңдеулер. Ал былай алайық онда. Мынау x плюс y дегенімізді 7-ның 2 дәрежесі деп алуымызға болады, яғни ол 49. Бірақ біз анықталу облысын жаза кетуіміз керек. X пен y-тің қосындысы не болады? Бізде үлкен 0-ден болу керек. Және x азайтылған 11y тең 1. Осы екі жүйені шешетін болсақ, бірінші мынау астындағыдан x тапсам, x тең 11y қосылған 1 болады. Оны мен мынау екінші теңдеудің орнына қоям. Сонда 11y қосылған 1 қосылған y тең 49. Осы жерден y тең бізде, мынау бізде 48 болады, 12y тең 48 болып 4 болады екен. y тапсақ 4 болады. Ал егер x табатын болсақ, x тең 11 көбейтілген 4 плюс 1. Мынаған қойып жатырмын. Сонда ол 45 болады. Тексеріп көрейік. X-іміз 45, y-іміз 4. Мынаған сәйкес келе ме? 45-ке 4-ті қоссақ 49, ал 49 ол үлкен 0-ден. Ол дұрыс, сәйкес келеді. Енді келесі. Бізде бұл шешімді тапқаннан кейін мынаның орнына қоюымыз керек. Яғни x азайтылған 10y сыртында квадрат деген ережеге салуымыз керек. Яғни x-ның орнына 45 қоямын. 10y дегеніміз ол 40 болады. Азайтсақ 5, 5-ның квадраты бізде 25. Сонда жауап бізде С болады екен. Келесі. Так, мынандай бөлшек. Бөлшектің ішінде мынандай периодты, шексіз периодты ондық бөлшек бар екен. Периодты мен периодсыз. Периодсыз деген қайталанбайтын. Периодты деген қайталанатын. 0,5 дегенді біз қалай аламыз? 9-да 5 деп алады екенбіз. Ал 0,3 жақшаның ішінде 8 болса, онда біз 38 азайтылған 3 бөлінген 90 деп аламын. Немесе оны 35 бөлінген 90. Қысқартатын болсақ, 5-ке бөлсек 7 бөлінген 18. Осылай аламыз. Сонда орнына қоятын болсақ, бірінші жоғары жағын есептейік. 3-тен 1 қосылған 9-дан 5
бөлінген мынаны 3-тен 4 деп аламын. Қосылған 5-тен 1. Тең. Ішіндегісі 9-дан қанша болады? Мынаған 3-тен берем. 9-дан 8. Мынау бізде 4-тен 3 болып өзгереді. 2-ден мынаған 3-тен. Қосылған 5-тен 1. Тең. Бізде 3-тен 2 қалды. Мына жақта 5-тен 1 қалды. 15-тен мынаған 5-тен берем. 10 болады. Мынаған 3-тен берем. 13 болады. Сонда. Жалпысы 13 бөлінген 15. Так, бұл үстіндегісі. Келесі астындағысы 2. 0,38 дегеніміз бізде 18-ден қанша болды? 7 болды. Қосамыз оған 6-тан 5-ті. Көбейтемін 5. Мына жақта қанша болады? 15, 18. Минус 2,3-тен 2. Тең. Ортақ бөлім 18. Мынаған 3-тен. Сонда 7-ге 15-ті қосса қанша болады бізде? 22. Так, 7-ге 15-ті қосамыз. 22. Көбейтілген 5-тен 18. Азайтылған 2,3-тен 2. Тең. Мынау қысқарады. 5-тен 22. Азайтылған мынау 3-тен 8. Ортақ бөлім бізде 15 болады. Мынаған 3-тен, мынаған 5-тен. 66-тан азайтамын 40-ты. 26 болады. Ал енді, мынау үстіндегісі, мынау астындағысы бір-біріне бөлеміз. Сонда 15-тен 13 бөлінген 15-тен 26 тең болады. 15-тен 13 көбейтілген 26-дан 15. 15 пен 15 қысқарады. Мына қысқарса 2-ден 1 қалады екен. 2-ден 1 деген жауап ол В жауап. Түсіндік қой, осыны скриндап аламыз, немесе жазып аламыз, түсініп аламыз. Ары қарай мен мынаны өшіремін. 17-ші есеп. АБС үшбұрышының төбелерінің координаталары берілген екен. Бізде мынау А болсын, 0, 1, минус 1 деген координата. В деген болсын бұл 1, минус 1 және 2 деген келесі 3, 1, 0 деген С нүктесі болсын. 3, 1, 0. Осы үшбұрыштың С бұрышының косинусын тап дейді. С бұрышының косинусы. Сонда косинус альфаны табу үшін не істейміз? Мысалы, біз атау беріп қойық. Мынау С деген қабырға болсын. Мынау В деген қабырға болсын, мынау А деген қабырға болсын. Сонда бізде мынандай формула бар. Мына С қабырғасын табу үшін, жоқ, мынау альфаны табу үшін косинус альфа тең болады. Так. Астында 2 А мен Б-ның көбейтіндісі, яғни мынау екеуі, үстінде осылардың квадраттары, азайтамыз оған қарама-қарсы жатқан қабырғаның квадратын. Міне, косинустың формуласын осылай, косинустар теоремасының формуласын осылай косинусты табу арқылы. Жалпы негізі былай ғой. Негізі мынаның қақтан шығардыңыз десеңдер, мен былай жауап беремін. Негізі косинустар теоремасын бәріміз білеміз, бірақ косинусты түрлендіріп алуды білмейміз. Мысалы, осы жерде С-ны табатын болсақ, С квадрат тең болады ол А квадрат пен Б квадраттың қосындысы азайтылған 2АБ косинус альфа. Енді осы жерден косинус альфаны табу үшін не істеймін? Мыналарды былай қарай өткіземін. Сонда С квадрат минус А квадрат минус Б квадрат болады. Тең минус 2АБ косинус альфа. Екі жағында минусқа бөліп жіберемін. Сонда А квадрат плюс Б квадрат минус С квадрат тең болады 2АБ косинус альфа. Косинус альфаның өзін табатын болсам, мынау үстінде қалады. А квадрат қосылған Б квадрат минус С квадрат деген. Ал мынау астына түседі. 2АБ болды. Содан шыққан. Түрлендіргеннен. Бірақ енді бізге не керек? Әр қабырғаның ұзындығы керек. Бірінші мен С қабырғасының ұзындығын табайын. С қабырғасының ұзындығын табу үшін түбір астында сәйкес X пен сәйкес координаталарын азайтамыз. Сонда 1-ден азайтсам 0-ді, 1-ден 0-ді азайтамыз, оны квадраттаймыз. 1-ден 0-ді азайтсақ, біз мына формула салып жатырмыз. А, В-ның ұзындығын табу үшін түбір астында X V-дан азайтамыз X A-ны, оны квадраттаймыз. Қосылған Y V-дан азайтамыз Y A-ны, оны квадраттаймыз. Ары қарай Z болса, Z-ді де тоғда солай жасаймыз. Яғни сәйкес координаталарын азайтамыз да квадраттаймыз. Яғни Пифагор теоремасына ұқсайды. Сол сияқты мен сразу бұл жерде шығарып кетейін деп жатырмын. Оқушыларға ескерте кетейін. Сразу шығарып кетемін. Сонда 1-ден 0-ді аламыз 1, оның квадраты 1. Қосылған минус 1-ден 1-ді аламыз минус 2, минус 2-нің квадраты, міне минус 1-ден минус 1-ді азайтамыз. Оның квадраты 4 болады.
2-ден минус 1-ді алсақ, плюс болып кетеді 3, 3-тің квадраты 9. Сонда мына жер 5, 14 болды. Түбірасты 14. Сымыз бізде түбірасты 14. Келесі енді А. А дегеніміз ол мына екеуі енді. 3-тен азайтамын 1-де 2. 2-нің квадраты ғой, 4 сразу. 1-ден азайтамын минус 1-де плюс 1 болып кетеді, ол да 2, оның квадраты 4. 0-ден азайтамын 2-ні минус 2, минус 2-нің квадраты тағы да 4. Сонда түбірасты 12. Немесе оны 2 түбірастында 3 десем болады. Келесі В. Енді мына 2 координат аламын. 3-тен азайтамын 0-ді 3, квадраты 9. 1-ден азайтамын 1-де 0, 0-дің квадраты 0. 0-ден азайтамын 1-де мынау плюс 1 болып кетеді, 1-дің квадраты 1. Түбірасты 10. Көрдіңдер ма? Мен сразу жазып жатырмын негізінде. Бағанағы форма салып жатырмын. Келесі, мынаған енді мәндерін қоятын болсам, косинус альфа тең болады а квадрат бізде қанша? 12, б квадрат бізде 10, с квадрат бізде 14. Бөлімді 2 көбейту а-мыз бізде түбірасты 12 болып тұра берсін, б бізде түбірасты 10 болып тұра берсін. Сонда не болады бізде? 22-ден 14 алсақ 8, бөлімді 2 түбірастында 120. Немесе қысқартатын болсақ 4 бөлінген түбірасты 120. Немесе 120-дан 2 түбірасты 30 деп шығады. Сонда 2 бөлінген түбірасты 30 қалады. 2 бөлінген түбірасты 30. Төсам яқта түбірасты 30 бөлінген басқаша болып тұр. С бұрышының косинусын тауып жатырмыз ба біз? Иә, С бұрышының косинусын таптық. Так, екі жағында иррационалдықтан құлайықшы. Сонда үстінде 2 түбірасты 30 болады, астында түбірасты 30-дың көбейту түбірасты 30 болады. Сонда мынау 30, 2 түбірасты 30, қысқаратын болса, түбірасты 30 бөлінген 15. Міне, С жауабы тұр екен. С жауабы. Мынаның иррационалдықтан құтылмаппын ары қарай. Екі жағында түбірасты 30-ға көбейтеміз. Сонда 2 түбірасты 30 бөлінген 30 қалады. Мынамен қысқарса түбірасты 30 бөлінген 15. С жауабы. Жалпы мынау есеп сәл ұзақтау. Бізде формула керек формула мынау. Бірақ аның орнына не қоямыз, бұның орнына не қоямыз, оның бәрі мына жақта есептелінді. Яғни векторларды мықты білуіміз керек. Векторлардың ұзындығын табу үшін сәйкес координаталарын, яғни мынадан мынаны аласың, немесе мынадан мынаны аласың, бәрібір. Бір-бірінен азайтамыз да квадраттаймыз. Келесі, қалада 20 мың адам тұрады. Олардың 20% балалар. Сразу балалардың санын таба салайын. Қараңдар, барлығы 20 мың. Сонда балалар қанша екен? 20% екен. Балалар 20%. Мен 20 мыңның 20%-ын таба салайын сразу. 20 мыңның 20%-ын табам. Ол бізде 4 мың екен. Сонда 4 мыңы балалар. Қалғаны ересектер екен. Ересектер 80%. Яғни ол дегеніміз 16 мың. Келесі. Енді осы ересектердің ішінде 35% жұмыс істемейді дейді. Яғни осы ересектердің ішінде бар екен. 35% жұмыс істемейді. Істемейді, X деп қоя салайын. Сонда мен 16 мыңның тағы да 35%-ын табуым керекпін. Осы ересектердің санын көбейтемін 0,35-ке. 5600. Сонда 16 мыңның ішінде 35% ол 5600. Көбісі ойлап қалады да 35%-ды мына 20 мыңнан тауып жүреді. Жоқ, 20 мың уже біз тастап кеттік уже. Біз тек қана енді ересектердің ішіндегісін ғана қарап жатырмыз. Ересектердің ішіндегісін қарасақ, сонда 16 мыңның 35%-ы 5600 екен. Енді маған жұмыс істейтін ересектерді тап деп тұр. Яғни жаңағы полный ересектердің санынан азайтамыз қаншаны? 5600 ба? 5600-ді. Сонда бізде 10400 деген жауап шығады екен. Сонда мына жақта жұмыс істейтіндері қанша? 65%. Ол дегеніміз енді 10400 екен. С жауабы дұрыс болады. Келесі. Теңсіздіктер жүйесінің шешіңіз дейді. 0. Мынаны да енді кәдімгідей андай санға айналдырайық. 0, 1 ішінде 3. Ол дегеніміз 13 азайтылған 1 бөлінген 90. Немесе 12 бөлінген 90. Екеуінде 3-ке бөлеміз 4 бөлінген 30. Немесе 2 бөлінген 15. Сонда былай қой. 2 бөлінген 15-тің 2х дәрежесі кіші 2 бөлінген 15.
квадраты. Әрине дәрежелер қалады, бірақ дәрежелер қалған кезде теңестік таңбасы ауысады. Неге? Себебі мына жерде бірден кіші. Егер а кіші бірден болса, онда теңестік таңбасы ауысады деген ереже бар. Сонда мынау бірінші теңестікте жауабы қандай болады? X үлкен бірден деген жауап болады. Так. X үлкен бірден деген жауап болады екен. Келесі, енді екіншісін шешіп көрейік. Екіншісі бізде 4 пен екі жағында 4-ке көтереміз. X плюс 7 кіші 12, X кіші 5-тен. Сонда осы екеуін теңестірейік. Біреуі бізде бірден үлкен дейді. Біреуі 5-тен кіші дейді. Сонда 1 мен 5-тің несі? Арасы. 1 мен 5-тің арасы бізде қанша болады? Е жауабы дұрыс болады екен. Келесі. Мына жерде 20-сын есеп. Мынау мен сызғанымды өшіре салайын. Мына жақта да керек емес, аналар. Қазір мен сурет салам. Жиырмасыншы есеп. Ал тік бұрышты үшбұрыштың катеттері 3 және 4 дейді. Мысалы, мынандай бір тік бұрышты үшбұрыш бар екен. Мына жақ тік бұрышты, мына жақ 4, мына 3. Значит, гипотенуза қаншаға тең? 5-ке тең. Келесі, үшбұрыш жазықтығына тыс D нүктесі алынған дейді. Яғни мына жерде бір D нүктесі болсын. Яғни мынау A, B, S, ал мынау осы жазықтыққа тыс жатқан нүкте. D нүктесінің үшбұрыш төбелеріне дейінгі қашықтықтары тең дейді. Яғни мына төбесіне қашықтық тең, S-ды және D-ді және мына жақта не? A-ды. Сонда AD тең болады VD тең болады CD. Үшеуі қырлары тең екен. Пирамида шығып тұр ғой енді бұл жерде. Ал D төбесінен үшбұрыш жазықтығына дейінгі қашықтық, яғни биіктігі. Осы пирамиданың биіктігі қаншаға тең? Осы пирамиданың биіктігі түбірасты 5-ке тең. H тең түбірасты 5. Келесі, D нүктесінен үшбұрыш төбелеріне дейінгі қашықтық, яғни мынаны табу керек. Немесе мынаны бәрібір. Мен енді D-ны таба салайын. Немесе V-ды бәрібір. Ал сонымен бұл жерде V-ны табу үшін мына екі нүктені қосуым керекпін. Бірақ сендер мынаны ескере кетулерің керексіңдер. Биіктік қай нүктеге түседі? Сол бізге проблема болып тұр, биіктік қай нүктеге түседі? Менің ойымша биіктік дегеніміз сырттай сызылған шеңбердің тура ортасына түседі. Сырттай сызылған шеңбердің тура ортасына түседі. Сонда мен қараңдар, бұл центр деп алатын болсақ, мынау сырттай сызылған шеңбердің радиусы. Мынаны O десек, сонда мен үшбұрышты былайынан салатын болсам, төбесіне D, мынау O нүктесіне түседі, ал мынау V. Мынау сонда радиус бізде. Биіктік бізде DO қаншаға тең? Түбірасты 5-ке тең. Енді маған D-ны табу керек. D-ны табу үшін маған радиус керек. Өздерің білесіңдер, радиустың формуласы ол гипотенузаның жартысына тең. Радиус ол гипотенузаның жартысына тең. Сондықтан мына сурет салған кезде мынау биіктік ол шеңбердің, яғни сырттай сызылған шеңбердің центріне түседі. Яғни мынау радиус. Радиус қалай табамыз? Радиус ол гипотенузаның жартысына тең. Сонда бірінші гипотенуза керек. С тең болады бізде 1 катеті 4-тің квадраты, 1 катеті 3-тің квадраты, яғни бұл бізде 5-ке тең. Радиус қаншаға тең болады? 2,5. Мынау сонда 2,5 екен. Мынау түбірасты 5. Енді D-ны таба аламын. DV дегеніміз түбірасты 5-тің квадраты 5, ал мынаның квадраты 2,5-ды мен былай алайын. 5 бөлінген 2 деп алайын. Және оның квадраты. Сонда түбірасты 5-тің квадраты 5 болды, ол тұра берсін. Мынаның квадраты 25 бөлінген 4. Ортақ бөлім бізде 4 болады. Мынаған 20-дан, мынаған 4-тен. Сонда 20 қосылған 25 45 болады. Түбірасын алатын болсақ, астында 2, мына жақта 45-ті біз 9 көбейту 5 деп алам, немесе 3 түбірасты 5 бөлінген 2. Сонда бір қабырғамыз 3 түбірасты 5 бөлінген 2 болады екен. Сонда мен ең бірінші істедім. Ең бірінші мен мына суретті салдым. Одан кейін бар, ол жерде суреттен кейін мына екінші сурет шығады екен. Бұл жерде бірінші радиус табамын. Мына үшінші. Болды. Бірінші, екінші, үшінші. Келесі. Көп мүшені көбейткіштерге жіктеңіз дейді. Бұл жерде мына формулаға ұқсап тұр. А квадрат минус 2AB плюс B квадрат деген. Сонда А тең бізде неге тең? 1-ге тең. B бізде 2xy тең. Сонда тексеріп көрейік. А квадрат дегеніміз ол 1. 2AB дегеніміз 2 көбейтілген 1 көбейтілген 2xy қосылған B квадрат дегеніміз мынаның квадраты. Яғни 4x квадрат y квадрат. Енді осының
ықшамдайтын болсақ, 1 азайтылған 2 мен 2-ні көбейтсек 4xy қосылған 4x квадрат y квадрат. Міне мынау келіп тұр. Сонда бізде a минус b-ның квадраты болады. Яғни 1 азайтылған 2xy-тің квадраты. Сонда 1 азайтылған 2xy-тің квадраты деген ол е жауабы. Және қараңдар, мына жерде а мен b-ның орнын ауыстырсақ та болады. Яғни 2xy азайтылған 1 деп те жазуға болады. Түсіндік қой, а мен b-ның орындарын ауыстыра береміз, себебі бізде сыртта квадрат тұр. Сондықтан да 2xy минус 1 дегенде дұрыс жауап болады. Так, қалғаны мына жерде дұрыс емес, мынау 4xy болмайды, мынау дұрыс емес, мынау дұрыс емес, дұрыс емес, дұрыс емес. Бұл сонда бізде жауабы қандай болады? Е және f деген жауаптар болады. Қысқаша көбейту формуласы арқылы. Келесі, мына түбірдің теңдеуінің түбірлерін бөлгіштерін табыңыз дейді. 3 бөлінген 5x азайтылған 2 тең болады 5-тен 2x плюс 1. Барлық жағын 5-ке көбейтемін. Сонда менде 3x азайтылған 10 тең 2x қосылған 5. X былай қарай өткіземіз, 10-ды былай өткіземіз, сонда x тең 15 болады екен. X тең 15, бірақ 15-тің бөлгіштері қандай? Бөлгіш дегеніміз ол 15-ке бөлінетін сандар. Яғни v жауабы болады, e жауабы болады, және h жауабы болады. v, e, h. Келесі қандай есеп бар екен? Мынандай теңдеу жүйесін шешуіміз керек, және x пен y-тің көбейтіндісі, x пен y-тің қосындысын табуымыз керек. Мына жерде енді қараңдар. Негізінде ойша қоюға да болады. X пен y-тің орнына немесе сразу табуға болады. Мысалы қараңдар. 2 бөлінген x қосылған 5 бөлінген y тең 4,5. Қалай болуы мүмкін? Мысалы, y ол бізде 2 болса, x ол бізде 1 болса. Яғни 2-ні 1-ге бөлсек, тең қосылған 5 бөлінген 2. 2-ні 1-ге бөлсек 2, 5-ті 2-ге бөлсек 2,5. Ол 4,5 болады. Мынаған да тексеріп көрейік. 3 бөлінген 1 азайтылған 4 бөлінген 2 тең 3-ті 1-ге бөлсек 3, 4-ті 2-ге бөлсек 2 тең 1. Орындалып тұр. Сонда примерно ойымыздан сан қойсақ шығып кетеді екен. Егер қазір теңдеу жолымен шығаратын болсақ, бұл ұзақ болып кетеді. Сондықтан x пен y-ті таптық. Енді маған екеуінің көбейтіндісі керек. X пен y-тің көбейтіндісі бізде 2 болады, ал x пен y-тің қосындысы бізде 3 болады екен. Сонда 2 с жауабы және 3 деген д жауабы болады. Келесі, 3 санның қосындысы 46-ға тең. Бірінші сан 3-ші саннан 6-ға келіп, ал екінші сан 1-ші саннан 4-ке артып. Осы сан 3 санды тап дейді. Былай істейік. Бірінші сан ол бірінші сан ол x болсын. Екінші сан ше? Қараңдар, ал екінші сан дейді, бірінші саннан 4-ке артық, яғни x плюс 4 болады. Екінші санымыз x плюс 4. Міне бірінші саннан 4-ке артық, значит x-ке 4-ті қосамыз. Ал үшінші сан ше? Үшінші сан былай дейді. Бірінші сан үшінші саннан 6-ға кем дейді. Сонда мынау x плюс 6 болады. Себебі бірінші сан ол мынаған қарағанда 6-ға кем. Енді барлығын қосса 46-ға тең болады. X қосылған x плюс 4 қосылған x плюс 6 тең 46. 3x тең 36 болады бұл жерде. X тең 12. Бұл бірінші сан. 12 деген ол бірінші сан. Екінші сан қанша болады сонда? 16 болады. Үшінші сан бізде 18 болады. 12, 16, 18 деген бізде A жауабы, D жауабы, сосын барып G жауабы. A, D, G. Сонымен 2 балл аласыңдар. Келесі, кубтың диагоналы 6 см болса, қырының ұзындығы. Бізде кубтың өзінің формуласы бар. Мына кубик болатын болса. Мынау бізде диагонал, қазір айтам. Қарамен жазатын болсақ, диагонал бізде мынау. D тең бізде A түпірасты 3 формулада. Сонда осы жерде диагоналы берілген екен. 6 тең болады A түпірасты 3, ал A-ны табатын болсам, 6-ны бөлемін түпірасты 3-ке. Иррационалдықтан құтылсам, 6 түпірасты 3 бөлінген 3, немесе 2 түпірасты 3 болады. 2 түпірасты 3 деген ол С жауабы. Мына формуламен шығарамыз. Дайын формула. Келесі, 4-ші мүшесі 24-ке тең, 6-ші мүшесі 192-ке тең болатын геометриялық прогрессияның еселігінің квадратын тап дейді. Яғни бізге табу керек q квадрат. Сонда қарашы, v4 ол бізде формуламен ашатын болсам, v1 көбейтілген q куб. Яғни ол 24-ке тең. Ал v6 деген ол v1 көбейтілген q5 тең 192.
Егер мен V6-ны V4-ке бөлсем не болады? V6-ны V4-ке бөлсем, формула бойынша V1 Q5 бөлінген V1 Q3 қысқарады. Q квадраттың өзі қалады. Сонда бұл дегеніміз V6 бізде 192, ал V4 дегеніміз ол 24. 196-ны 24-ке бөлейік. 196 емес, 192 ғой, бөлеміз 24-ке. 8. Сонда Q квадрат неге тең болып тұр? 8-ге тең болып тұр. Себебі қайдан шықты Q квадрат? Бұл формуланы ашқаннан шықты. Мынаны бөлсек жоғарыдағыға, онда Q квадрат қалады. Сонда Q тең түпірастында 8. Бірақ маған Q-дің өзін емес, маған квадратын тап деп тұр. Сол үшін 8-дің өзін белгілей саламыз. В жауабы. Келесі, өрнектің мәнін табыңыз дейді. Мына жерде енді сразу орнына қоймайық, бірінші қысқартып алайық. Жақсыларды ашып. Мынау 42-ның 42x-тің 8 дәрежесі болады, плюс 21x-тің кубы, азайту 24, минус мына жақта 21x-тің 8 дәрежесі, минус 10x. Так, сосын барып минус 21x куб, плюс 22x, плюс 43. Тең, ары қарай қысқартатын жерін қысқартайық. Мына жерде 42-ның x8 дәрежесі, 21x8 дәрежесі. Азайтатын болсақ, 21x8 дәреже қалады. Мына жақта 21x куб пен 21x куб кетеді, себебі таңбалары әртүрлі. Енді x-терді қарайық. Минус 10x плюс 22x. 12x қалады. Ал мынау минус 24, мынау плюс 43. 19 қалады. Бұл басқа ештеңе қалмады бізде. Енді орнына апарып қояйық. 21 көбейтілген 3-тің 8 дәрежесі. Тоқтатып, бізде жауапта. Менен қараңдар. Бір жерден қателестім. Мына жерде 2 мен 21-ді көбейтпеппін. Просто 21 деп алыппын, негізі 42 болу керек. Сонда мынау x-тің 8 дәрежесі де кетіп қалады. X-тің 8 дәрежесі де кетіп қалады. Себебі мына жақта плюс 42, мына жақта минус 42 кетіп қалса жоқ болады олда. Сонда 12x плюс 19 ғана қалды. Сонда 12-ні көбейтемін неге? X-ке 3-ке қосамын 19-ға. Сонда 36 қосылған 19. Не болады екен? 36-ға 19 қоссам 55 қалады екен. Жауап бізде 55. Е жауабы. Келесі. Теңістіктер жүйесінің ең үлкен бүтін шешімін табыңыз дейді. Мынаны енді сәл шығаруымыз керек. Сәл терлеуіміз керек болған. Мынау енді индекстері бірдей болғандықтан, бірінші мен былай жасайын. Сендер шатаспас үшін логарифм 3-те x қосылған логарифм 3-те x минус 1, мына бірді былай қарай өткіземін. Сонда кем логарифм 3-те 2 плюс 1. Енді бізде анықталу облысы x үлкен болу керек 0-ден, x минус 1 үлкен болу керек 0-ден. Яғни x үлкен болу керек 1-ден. Мынау анықталу облыстары. Мына екеуі бір-біріне көбейтіліп кетеді. Логарифм 3x көбейтілген x минус 1 кіші. Мынау 1 дегенді біз былай жазамыз. Логарифм 3-те 3 деп. Бола ма? Логарифм 3-те 3 ол 1-ге тең қайтқан. Сонда мынаны та қоссақ, логарифм 3-те 6. Логарифм кетеді. Сонда мына жақта жақсан жасам болсам x квадрат минус x кіші немесе тең 6. X квадрат минус x минус 6 кіші немесе тең 0. Дискриминант бізде 1 плюс 24 тең 5-дің квадраты. X 1-де 2 тең 1 плюс минус 5 бөлінген 2. Бір түбіріміз бізде 3, бір түбіріміз бізде минус 1. Жақшаға алатын болсақ, x минус 3, x плюс 1 кіші немесе тең 0. Сонда белгілейтін болсақ, минус 1-іміз боялады. 1-іміз 3-іміз боялады. Бірақ қараңдар, мына жерде x үлкен 1-ден деп тұр. Үлкен немесе тең емес. Сондықтан мынау 1-ге тең болуға болмайды. 1-ді қойып көрейікші. Мынаған 1-ді қойып көр. 1 азайту 1 не болады? 0 болып кетеді. Ал бізде мына жер 0-ден үлкен болу керек. Сондықтан мен қараңдар, анықталу облысына қарап отырғанда 0-ді бояуға болмайтынын көріп тұрмын. 1-ді бояуға болмайтынын көріп тұрмын. Бірақ ол минус 1 ғой. Так, бұны да бояй береміз. Бізде минус 1. Так. Сонымен минус 1, 3, бізде плюс, минус, плюс, бізге минус шыға керек. Бірақ анықталу облысы не деп тұр? Анықталу облысы бізде x үлкен 0-ден деп тұр. Яғни
0-ден үлкен деген былай. Және x үлкен 1-ден деп тұр. Сонда бізге үшеуі қиылысқан жер ол 1 мен 3-тің арасы. Бұл бірінші жауап. Келесі екінші жауапта x квадрат минус 4 үлкен немесе тең 0-ден x минус 2 x плюс 2 үлкен немесе тең 0. Мына жақта минус 2 плюс минус плюс бізге плюс шыға керек. Енді екеуін теңестіреміз. Сразу мынаны әкеле салайын. Бізде 1 жату керек мына жерде. Мына жерде 3. Сонда қиылысқан жері 2 мен 3-тің арасы. 2 мен 3-тің арасы. Бірақ бізге бүтін шешім, ең үлкен бүтін шешім тап дейді. Бұл аралықта ең үлкен ол 3 болады. Себебі бұл тік жақша және 3 ол жатады. Сондықтан да жауап бізде С жауап болады. Так, осындай енді сәл ұзақтау есеп. Бұл жерде анықтал обысымен кеңесуіміз керек. Және екі жүйені қиылыстырамыз. Келесі теңсіздік шешіңіз дейді. Бұл жерде интеграл. Бірінші интеграл шешіп алайын. Интеграл 1/2 4x dx дегенде біздіңше 4x-ның интегралы қандай болады? 4x квадрат бөлінген 2 болады. Және 1/2 тең. Мынамен қосса 2x квадрат 1/2. Бірінші 2-ні қоямыз. 2 көбейтілген 2-нің квадраты, азайтылған 1-ді қоямыз. 2 көбейтілген 1-дің квадраты. Сонда мынауымыз 8 болады. Азайтамыз 2-ні тең 6. Сонда былай дейді. Мынаның өзі 6-ға тең болып тұр. 6 үлкен 5 бөлінген 2x плюс 1-ден. Енді мына теңестікті сәл орындан ауыстырайын. 5 бөлінген 2x плюс 1 кіші 6 деп. 6-ны былай қарай өткіземін енді. 5 2x плюс 1 минус 6 кіші 0. Ортақ бөлімізде 2x плюс 1 болады. Сонда 2x плюс 1 5, мына жақта минус 12x минус 6 кіші 0-ден. Сонда 2x плюс 1 минус 12x минус 1 кіші 0-ден. Минустан құтыламыз. Сонда 12x плюс 1 2x плюс 1 үлкен 0-ден теңсіздіктен болса ауысады. Біріншісінен минус 1 бөлінген 12 шығады, екіншісінен минус 1 бөлінген 2 шығады. Екеуі де боялмайды. Қайсысы бірінші белгіленеді? Әрине минус 1 бөлінген 2 бірінші, сосын барып минус 1 бөлінген 12. Плюс минус плюс бізге плюс шыға керек. Сонда минус шексіздіктен минус 1 бөлінген 2-ге дейін, сосын барып минус 1 бөлінген 12-ден шексіздікке дейін болады. Жауабы дұрыс. Бұны енді көбісі жаттап алып жатқан шығар енді. Жаттап алу емес, негізі есептерді дұрыс түсінуіміз керек. Жаттап алып ертең мысалы ол келмей қалса, тура осындай есептер келіп жатса бірақ. Онда ол жаттап алған пайдасыз болады. Келесі, ағаш көлеңкесінің ұзындығы 10-2 метрге тең. Бойының биіктігі 1,75 метр, адам көлеңкесінің ұзындығы 2,5-ге тең. Ағаш биіктігінің табыңыз дейді. Физиканың есептері келейін деп жатыр екен бұл жерде. Физиканың есептерде араласқан екен. Былай болсын. Қара. Адам бойының биіктігі 1,75 адам болса, оның көлеңкесінің ұзындығы 2,5. Сонда былай жазайық. 1,75 болып тұрған адам, оның көлеңкесі 2,5 екен. Ал онда көлеңкесінің ұзындығы 10-2 болып тұрған ағаштың өзінің ұзындығы қандай? Мына жақта өздерінің ұзындықтары, мынау көлеңкелердің ұзындығы. Пропорция. Көлеңке. Мынау адам, мынау оның көлеңкесі. Мынау ағаш, мынау оның көлеңкесі. Түсіндік қой. X тең сонда 1,75 көбейтілген 10-2 бөлінген 2,5. Так. 1,75 көбейтілген 10-2 бөлінген 2,5. 7-14 болады. 7-14. С жауабы. Келесі. Суретте тіктұртбұрышты параллелепипедтің пішіндес күмістің массасы 7,31 грамм, массасы 420 грамм күмістің көлемін табыңыз дейді. Тура осындай пішіндес екен, оны көлемін табыңыз дейді. Бірінші, мынау суретте берілген күмістің массасы қанша? Суретте берілген күмістің массасы 735 грамм екен. Енді оны көлемін таба салайық. Көлемі қандай болады? Көлемі
Бұның көлемі 7 көбейтілген 2 көбейтілген 5 болады. Дұрыс па? Өлшемдері беріліп қойған ғой. Сонда 14 70 болады екен. 70 сантиметр куб. Енді айтады саған. Енді массасы, басқа бір массасы 420 грамм осындай бір күмістің оның көлемі қандай болады? Бұл жерде енді тура пропорционал, себебі қара, массасы артқан сайын, оның массасы кеміген сайын, қара, басына 735, кейін 420 кеміп кетті. Көлемі де кемейді. Сонда былай жазуымыз керек. 735 граммда көлемі 70 сантиметр куб, ал енді 420 граммда оның көлемі қандай болады? Яғни осы сұрақ белгісін табатын болсақ, 420 көбейтілген 70 бөлінген 735 болады. Калькулятормен есептейтін болсақ, 420 көбейтілген 70 бөлінген 735. Мына ұбытыға менің кіргім келіп кетті ғой өзімнің. Оңай ғонан бәрі. 40 сантиметр куб екен сонда. Б жауабы. Келесі. Теңестік шешіңіз дейді. Мен оны сәл басқа түспен көрсетейін. X квадрат минус X минус 20 кіші немесе тең 0. Мына астында X минус 7 бар екен. Мынаны жақшыларға жүктеуіміз керек. Дискриминант бізде 1, қосылған 80 тең 81, X 1-2, бізде 1 плюс минус 9 бөлінген 2. Бір түбіріміз бізде 5 болады, екінші түбіріміз бізде минус 4 болады. Сонда X минус 5, X плюс 4, X минус 7, кіші немесе тең 0. Сонда түбірлет бекітетін болсам 7 ол боялмайды. Мына жерде 5 деген түбір боялады. Минус 4 деген боялады ол да. Астындағы шыққан түбір ол боялмайды тек қана. Сондықтан плюс минус бізге минус жағы керек. Яғни минус шексіздіктен минус 4-ке дейін тік жақша, 5-тен шексіздікке дейін жай жақша. Қызық, өзі ұбытыға жақындаған кезде бәрі оқымысты болып кетеді. Кезінде 100 ғана оқушы болатын еді группада оқитын. 100-ге жақындау енді шамалап. Қазір енді одан көбейіп кетті. Бірақ енді шынымды айтайын сендерге, дәл қазір. Жыл бойы қандай баға жинап жүрсің, қандай балл жинап жүрсің, қалай оқыдың, соған байланысты негізінде. Сразу осы бір 18 мен 30 аралығында талдауларды көріп өсіп кетемін деген нәрсе емес ол. Просто пайдасы бар, 1-2 балл қосасың. Бірақ шынымен де өзіңнің жинап жүрген балыңды жинайсың. Яғни өзің шамаң қандай, тура сондай болады. Басқа курстар айту мүмкін, енді осындай біз жабық чатта талдаймыз, сен 120 плюс боласың, ол өтірік. Сынды қой, ол енді жай ғана тарту. Мен де сендерді жинап жатырмын, бірақ олай мен өтірік алдамаймын. Мен жай ғана талдаймын сендерге, болды. Бірақ енді шынымен де сендер мықты болып кетесіңдер ме, мықты болып кетпейсіңдер ме, ол сендерге байланысты. Сынды қой, шындық осындай. Яғни бәрібір де сенің қалай оқығаның бетіне шығады. Яғни кім шынымен оқып жатыр, кім өтірік оқып жатыр, кім лағып жүрді осыған дейін. Сонда бізде минус шексіздіктен минус 4-ке дейін, 5-тен 7-ге дейін деген, 5-тен 7-ге дейін шексіздік деп қойыппын ғой. 5-тен 7-ге дейін деген жауап шығады екен. Келесі бізде 6-шы есеп екен. 6-шы есеп. Қараңдар, 9-дың x квадрат минус 4x дәрежесі, мына 1-ді мен 9-дың 0 дәрежесі деп алайын. Сонда 9 мен 9 кетеді, x квадрат минус 4x кіші немесе тең 0 болады. x минус 4 кіші немесе тең 0. Бір түбірі бізде 0, бір түбірі бізде 4. Плюс минус плюс бізге минус жағы керек. 0 мен 4-тің арасы. Мынау бірінші жауап. Келесі екінші жауап бізде 3 пен 6 қысқаратын болса, мына жақта 3x үлкен 6-тан деп тұр ғой. Қысқаратын болса x үлкен 2-ден. Сонда екеуін қиылыстырайық. Мына жаққа қиылыстыра салайын. Жоғары жаққа. Я, мына жерге. Қазір мен 1 минут. Мынаны өшірейін. Сызықты. Сонда қараңдар. Біреуі бізде сразу осы суретпен қиылыстыра салайын сонда. 2-ден бізге жоғары қарай деп тұр. Сонда жауап бізде 2-ден 4-ке дейін ғана. Жай жақша 2-ден, тік жақша 4-ке дейін. Немесе оны былай жазуға болады. Е жауабы сияқты. 2-ден үлкен, яғни 2-ден үлкен, мынандай теңдік белгісі жоқ, себебі ол жай жақша, және 4-тен кіші теңдік белгісі бар. Сонда е жауабы болады екен бізде. Келесі. Шектеусіз келмелі геометриялық прогрессияның қосындысын табыңыз дейді. Қосындының формасы S тең V1 1 минус Q деген
формула. Сонда V1 бізде қаншаға тең? 7 бөлінген 9-ға тең. Ал Q-ді біз V2 бөлінген V1 деп аламыз. Солай тауып аламыз. V2 дегеніміз 1/3. Мынау 7 бөлінген 9. Сонда 3-тен 1 көбейтеміз. 7-ден 9, мынамена қысқарса, бізде 7-ден 3 қалады. Орнына қояйық. S тең, сонда 7 бөлінген 9, мынау 1 минус 7-ден 3, 7-ден 4 қалады. Мынау 9-дан 7. Сонда қараңдар, мына 9 мен 4 бірге жазылады, 7 мен 7 бірге жазылады. 49 бөлінген 36. Немесе кім шатасатын болса, 7 бөлінген 9 бөлінген 4/7 деп асықпай, аптықпай жазсын. Сол кезде мынаны көбейтуге айналдырған кезде айналып түседі. Сонда 36-тан 49 деген жауап. Е жауабы. Келесі. Центрлік бұрышы 45 градусқа тең болатын сектордың ауданы дөңгелек ауданның қандай бөлігі? Бұны енді формуламен жазбай қойып, просто сурет салайық, иә? Мысалы, бұлайнан 2-ге бөлетін болсам, ол 180 градус. Бұлайнан 4-ге бөлетін болсам, 90 градус. Тағы да 2-ге бөлетін болсам, 45-45-тен болады. Мынау 45, мынау 45. Сонда барлығы 360. Сонда қанша бөлік пайда болды бізде? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 бөлік бар. Сонда қарашы. Полный 360 градус болса, ол 8 бөлік. 45 градус ол 1 бөлік екен. Сонда бір ғана сектор, яғни бір ғана мынандай аумақтың бөлігі, ол қандай бөлігіне тең болады? 8-ден 1 бөлігіне тең болады. Потому что 45 градус деген ол 8 рет кездеседі. Себебі 360-ты 8-ге бөліп көрші. 360 45-ге 8 болады. Сонда барлығы 8 сектор бар. Оның біреуін ғана есептейтін болсақ, 8-ден 1 бөлік болады. Келесі. Бізде қанша есеп болды? Что-то математика көп кездесті бұл жерде. Ал кеттік. Интегралдайық. Интегралдайық. Математика қиын емес негізінде. Оқып жүрген тақырыптардың барлығы. Так, 6 интегралға қатыспайды, яғни 6 2x плюс 5, 5 дәрежесі dx. Бұл жерде 6 интегралға қатыспайды, сонда шығарып жібереміз. Көбейтілген, енді бізде функцияның интегралы қандай еді? U. Мысалы n болса дәрежесі. n қосылған 1 бөлімінде n плюс 1 болады. Сонда 2x плюс 5-тің өзгертпейміз, 6 дәрежесі болады, плюс 1 ғой. Астында тағы да 6 дәреже, яғни 5 плюс 1. Көбейтеміз енді тағы да 2-ден 1-ге. Себебі функцияның ішінде x-тің алдында коэффициент болса, ол коэффициент 1 бөлу k болып өтеді. Сынды қой. Көп оқушы ойлауы мүмкін, 2x плюс 5-ті интегралдаған кезде 2x квадрат бөлінген 2 плюс 5x деп интегралдаймыз. Жоқ, олай емес. Потому что бізде сыртында дәреже бар. Сондықтан олай істей алмаймыз. Дәреже болса, сразу дәреженің формасына саласың. Яғни мынаны x деп елестетесің кәдімгідей. Мысалы, кәдімгідей x-тің 5 дәрежесін тауып жатырмын деп ойлайсың. x-тің 6 дәрежесі бөлінген 6. Сол сияқты мынаны да 2x плюс 5-тің 6 дәрежесі бөлінген 6. Болды. Сонда мынау 6 болады. 5 пен 1-ді қоссақ, мына қысқарады. Сонда 2-ден 1, 2x плюс 5-тің 6 дәрежесі. Плюс с. Сонда 2-ден 1, 2x плюс 5-тің 6 дәрежесі деген с жауабы. Сосын барып в жауабы. Д жауабы. В, С, Д деген жауап тұр. Келесі, дұрыс 6 бұрышты пирамиданың табан қабырғасы 2-ге тең. Мен осыны енді сәл былай шығарайын. Былай істейік та біз бұны. Жазуға сәл көбірек аудан қалдырайық. Себебі мынау жазып шығаратын нәрселер өте көп мынаның ішінде. Так, дұрыс 6 бұрышты пирамида дейді. Яғни, мынандай пирамида бар, оның асты 6 бұрышты. Осындай 6 бұрышты бар екен. Оның табан қабырғасы 2-ге тең. Яғни 2 болса дұрыс 6 бұрышты десе, значит барлық қабырғасы 2. Енді оның бүйір бетінің ауданы табанының ауданынан 10 есе артық дейді. Яғни S бүйір бет ол табанынан 10 есе артық, яғни 10-ға көбейтеміз. Төмендегі жауаптардың ішінде пирамиданың көлем санына тең болатын мәнді тап дейді. Яғни көлем табуымыз керек бізге. Көлем, пирамиданың көлемі неге тең?
S табан көбейтілген h қой. Яғни оны h-ты түсіремін. Төмен қарай. Қазір енді бірінші былай істеп алайық. Мен h-ты былай салайын. Қарамен. H-ты былай тура ортасына түсіреміз. Және ортасына түсіргеннен кейін біз оны мынау төбесімен қосамыз. Сонда үшбұрыш шығады. Мынау O деген нүкте болсын, мынау A деген, мынау V деген нүкте болсын. Сонда менде мынау H, мынау белгілі бір O, V деген сызық, ал мынау бүйір қабырғасы болсын. Иә. Енді менде мынау үшеуінде белгілемеген. Үшеуі де жоқ менде сан мәні. Қалай табамыз? Ең бірінші біз мынау OV деген қабырғаны тауып алайық. Ол үшін 6 бұрыш салайық. 6 бұрыш бар. 6 бұрыш сәл әдемірек салайын. Так, 6 бұрыш бізде мынау, 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 мынау. 6 бұрыш. 2-2-ден барлығы. Енді мынау центрден былай қарай жүргізетін болсақ, мынау радиус болады негізінде. Яғни сырттай сызылған шеңбердің несі радиусы. Ал о радиусты қалай табамыз? Жалпы радиусты былайынан тауысақ болады. Мынау бір үшбұрышты көріп тұрсыңдар. Мынау радиус, мынау да радиус. Сонда қараңдар. Былай істейін деп жатырмын мен. Егер барлығын бүйтіп қосатын болсақ, бізде 6 үшбұрыш шығады. Дұрыс па? 6 үшбұрыш шығады. Енді мынаның барлығы бізде 360 градус екен біліп тұрсыңдар. Сонда әрқайсысы қаншадан? 60-60-тан. 60-60-тан. Енді мен бір үшбұрышты ғана қарастырамын. Бөліп қарастырайын. Міне осылай тұрған. Мынау радиус болып тұр, мынау радиус болып тұр, ал мынау 2 болып тұр. Егер мынау 60 градус болатын болса, мынау тең бүйірлі болса, мына жағы да 60 градус, мына жағы да 60 градус. Себебі тең бүйірлі үшбұрыштың табандарындағы бұрыштары тең болады. Сондықтан мынау 60-60-60, барлығы 60-тан. Сонда радиус ол 2-ке, мынау да 2-ке тең. Сонда мынау пайда болған үшбұрыштар тең қабырғалы үшбұрыштар екен. Содан тауып алдым. Бірінші, қанша үшбұрыш бар бізде? 6 үшбұрыш бар. Значит, бір үшбұрыштың төбесі 60 градус болады. Себебі 360-ты 6-ға бөлем. Енді қараңдар, мынау бір төбесі 60 градус болса, және ол тең бүйірлі болатын болса, онда мынау да 60-60-тан бөлінеді. Себебі ішкі бұрыштардың қосындысы 180 градус. Сонда мен радиусты таптым. Яғни мынау OV деген қабырғаны таптым. Ол бізде 2-ге тең екен. Енді маған мынау бүйір қабырғасы керек. Ол үшін бүйір қабырғасын салайын. Так, мынау AV болып тұра берсін. Мына жақта тағы да түсірейін AC деген. Яғни былайынан түсірген кезде мынау жоғарыда A тұрады, мына жақта V тұрады, мына жақта S тұрады. Мынау 2-ге тең. Бұл жердегі енді AV-ны қалай табамыз? Ол үшін мен S табан тауып алайын бірінші. S табан, яғни ауданы. Мынау бір үшбұрыштың ауданы қандай болады? Тең қабырғалы үшбұрыштың ауданы. Оны табу үшін S тең қабырғалы. Ол тең болады A квадрат түбірасы 3 бөлінген 4. Яғни A квадрат деген ол қабырғаның квадраты 4. Түбірасы 3 бөлінген тағы да 4. Қысқарады түбірасы 3. Міне, тең қабырғалы үшбұрыштың формасы A квадрат түбірасы 3 бөлінген 4. A-ның орнына мен 2-ні қойдым. 2-ның квадраты 4, 4 пен 4 қысқарады түбірасы 3. Сонда бір үшбұрыштікі түбірасы 3 болса, барлық S табандікі қандай болады? 6 түбірасы 3 болады. Себебі 6 үшбұрыш бар бізде. S табан бізде 6 түбірасы 3. Ал S бүйір бет ше? Мынау 6 түбірасы 3 болса, бүйір бет бізде 60 түбірасы 3 екен. Бүйір бетіміз бізде 60 түбірасы 3. Яғни мынаның бәрі 60 түбірасы 3. Жанның бәрі 60 түбірасы 3. Енді жанында қанша үшбұрыш бар бізде? Әрине 6 бұрышты болғандықтан жанында бізде 6 үшбұрыш бар. Соның біреуі мынау. Мұның ауданы қандай болады? Әрине 60 түбірасы 3-ті бөлемін 6-ға. Сонда мынаның бір ауданы 10 түбірасы 3 екен. Бір ауданы 10 түбірасы 3. Осы жерден енді биіктікті тауып алайын бірінші. H-ты. Сонда 10 түбірасы 3 ол тең болады 2-ден 1, 2H. Мынамен қысқарады. H тең 10 түбірасы 3. Енді мынау AV-ны табу үшін істеймін. Мынау тікбұрыш үшбұрыш, мына жағы 1, мына жағы 1. Мен гипотенуздан табамын. Яғни 10 түбірасы 3-дің квадраты бізде 300, 1-дің квадраты 1. 301. Түбірасы 301. Что-то басқаша шығып кетті онау. 10-ның квадраты 100, 3-тіңкі 301. Аха. Жарайды, 301 болып тұра берсін.
2-ден 1 AH. Дұрыс қойдым. Ашымыз бізде 10 түбірасы 3 болды. Енді мынау 10 түбірасы 301 болды. Енді H таба аламын. H деген қаншаға тең? H дегеніміз мынаның квадраты 301-дің түбірасы 301-дің квадраты 301, мынаның квадраты 4. 297. Енді орнына қояйын. В көлем, ол тең болады S табан бізде 6 түбірасында 3 қой. Көбейтемін H-ты, яғни түбірасты 297. Сонда түбірасты 3 пен түбірасты 297 көбейтетін болсам 891. Одан бізде шықпайды. 891. 6 түбірасында 891. Енді 891 бөліне ме екен? 9-ға. Так, бөлінеді екен. 9-ға бөлінеді. Сонда 6, мына жақтан 3 шықса 99 болады екен. 18 түбірасында 99. Егер тағы да 99-ды жіктейтін болсақ, 18 көбейтілген 3 түбірасында 11. Немесе 54 түбірасында 11. Менде что-то бір түрлі шығып жатыр ғой мына жақта. S табан дегеніміз дұрыс 6 түбірасы 3, барлығы дұрыс. Сан мәніне теңі болатын мәндерді тап дейді. Что-то қай жерден қате кетті? Басынан тексерейін. Менде мынау биіктік сыртқы шеңбер. Сыртқы шеңбердің радиусына тең. Так, мынау радиус ол 2-ге тең, себебі мына жерде 60 градус болғандықтан 2, 2, 2 дедік. Яғни мынау 2-ге тең. Ал енді бүйір қабырғаны табу үшін бір үшбұрышты алып алдым. Мынаның ауданы түбірасы 3 болды біреуінікі. Сонда бүкіл табандікі 6 түбірасы 3. 6 түбірасты 3. 60. 2, 2. Мынау 2-ге тең. Так. 4 түбірасы 3 бөлінген 4. Мынау түбірасы 3. Мынау дұрыс. Біреуінікі. Мынау 6 түбірасы 3. Таптық. Енді қараңдар. Бізде осы 6 түбірасы 3-ті 10-ға көбейттік. Себебі 10 есе артық дейді бүйір бетінікі. Бүйір бетінікі 10 есе артық. Бірақ бүйір бетінде біз 6 үшбұрыштың біреуін ғана алдық қой. Сонда 10 түбірасы 3 болады. 10 түбірасы 3 ол аудан тең болады 2-ден 1 AH. H дегеніміз бізде не болды? H дегеніміз мынау. 2-ден 1 мен 2 қысқарып 10 түбірасы 3-ның өзіне тең болды. Енді осы H тауып алғаннан кейін мен A-ны таптым. Яғни мына қабырғаны. Ол тең болады H-тың квадраты қосылған 1-дің квадраты. 1, мына жақта түбірасы 3-дің квадраты 3, мына жақта 100, 300, 301. Түбірасы 301, ол дұрыс. Мына түбірасы 301, мынау 2. Квадрат жасақ 301-ден 4 аламыз. 297. Так, орнына қойсақ бізде 891 шығып жатыр. Яғни 6 түбірасында 891. (891 бөлінген 9). 99 шықты. Так, 18 түбірасы 99. Так, мынау есеп сәл қате сияқты. Мынау есеп қате секілді. Былай істейікші. Бірақ ол жағы сәл ұзақ болып кетеді. Мен мына есепті тағы да бір көріп, группаға жіберетін боламын. Өзім шығарып, группаға жіберетін боламын. Мына есеп сұрау белгісі. Или қате тағы бір шығарып көрем. Сендер де ойланып көріңдер. Дәл осы жолдармен мынау есептің жауабы сәл қателеу сияқты. Бірақ нағыз ұбт-да қате есеп болмайды ғой. Сондықтан да сендерге осыны шығару жолын жіберетін боламын. Дұрыс жауабын көрсететін боламын. Сонымен келесі теңіздіктің ең кіші бүтін түбірінің еселіктері бола алатын барлық мәндерді табыңыз дейді. Яғни 3 бөлінген 2, x минус 4 бөлінген 5, үлкен немесе тең 2 бөлінген 3, x минус 4 бөлінген 5. Мына жерде енді екеуін бірдей қылу үшін 3 бөлінген 2, x минус 4 бөлінген 5,
мынау бізде 3 бөлінген 2 болып ауысады, бірақ таңбасы -x плюс 4 болады. Енді қысқартамыз, дәрежесі қандай болады? X минус 4 бөлінген 5 минус x плюс 4 бөлінген 5. Екі жағында 5-ке бөлем. 5-ке көбейтем. Сонда x минус 4 минус x плюс 4 қалады. X-ті былай өткізем. 2x үлкен 8-ден. Неге мынау таңбасы ауыспады? Себебі мына жерде бірден үлкен ғой, 1,5. X үлкен немесе тең 4-тен. Бірақ маған айтып тұр, ең кіші бүтін түбірінің еселіктері болады дейді. Ең кіші үлкен түбірі деген ол қандай? Ең кіші бүтін түбірі. Мына жауаптың ең кішісі ол 4 болады әрине. Яғни 4-тен шексіздікке дейін деген жауаптың кішісі ол 4 болады. Сонда 4-ке еселік болатын сандар. Бұл жерде 56 4-ке еселік болады. В жауабы. 16 4-ке еселік болады. Е жауабы. Және 28 4-ке еселік болады. Ж жауабы. В, Е, Ж. 4-ке еселік дегеніміз 4-ке бөлінетін сандар. Келесі 26. Тангенс x тең 0, x плюс y тең пи бөлі 4 дейді. Бірінші осы жерден x тауып алайық. Тангенс x тең 0 болса, x тең қандай болады? Дербес жағдайында. Дербес жағдайын табу үшін сурет саламыз. Тангенс мына жағы 1, мына жағы минус 1. 0 деген мынада жатады. 0-ден 0-ге тең. Қанша градусқа кейін айналып келеміз? 180 градусқа кейін айналып келеміз. Яғни 0 плюс пика. Бірақ біз пиканы жазбаймыз, сол үшін бірақ біз 0-ді жазбаймыз, сол үшін x тең пика болады. К тиісті z. Ал y ше, y мына жерден табатын болсам, y тең пи бөлінген 4 минус x. Сонда орнына қойсам, y тең пи бөлінген 4 минус пика. К тиісті z. Сонда x-іміз мынаған тең, y-іміз мынаған тең. Дербес жағдай негізінде дайын жауабы да бар. Бірақ бізге айтып тұр, қанағаттандыратын жауаптар дейді. Сонда мен былай істеймін. Пика және пи бөлінген 4 минус пика. Осыған бірінші мен к тең 0 деп қойайын. Егер к тең 0 деп қоясын болсам, мынау бізде 0 болады, ал мынау бізде пи бөлі 4 болады. 0-де пи бөлі 4 деген бар ма жауап? F жауабы бар екен. Біріншісі F. Келесі, к тең 1 деп қойайын енді. К тең 1 деп қойсам, мынау бізде пи болады, ал мынау бізде минус 3 пи бөлінген 4 болады. Неге? Себебі мынау пи бөлі 4, ал мынау 1-ді қойсақ минус пи болады. Ады айтатын болса минус 3 пи бөлі 4. Сонда пи минус 3 пи бөлі 4 деген А жауап. Енді келесі. Сонда мынау пи болған кезде мынау ондай боламайды екен. Мынау 0 болмайды. Қате. Пи болған кезде минус 7 пи бөлі 4 болмайды. Пи бөлі 4 болған кезде ондай жауап жоқ. Енді к-ның орнына 2-ні қойықшы. К-ның орнына 2-ні қойсақ. Мынау 2 пи болады. Ал мынау ше. Пи бөлінген 4 минус 2 пи. Ортақ бөлім бізде 4-тен, мынаған 4-тен минус 7 пи бөлінген 4. Сонда 2 пи болған кезде мынау минус 7 пи бөлінген 4. Яғни 2 пиде минус 7 пи бөлі 4 деген Ж жауап болады. Яғни к-ның орнына 0-ді қой, 1-ді қой, 2-ні қой, немесе минус 1-ді қой, сөйтіп шығарамыз. Яғни жауапта сенде к тиісті z деген болмаса, онда к-ның орнына сандар қойып шығарамыз деген сөз. Келесі. Так, соңғы екі есеп. Өсу кему аралықтарын табыңыз дейді. Ол үшін бірінші туынды табатынымыз түсінікті. Так, туынды табасақ сразу мынау x квадрат болады. Мынауымыз бізде x болады минус 6. Және өсу аралық десе үлкен немесе тең 0 дейміз. Дискриминант бізде 1 плюс 24, яғни ол 5-дің квадраты. X бірде 2 бізде 1 плюс минус 5 бөлінген 2. Бір түбіріміз 3, бір түбіріміз бізде минус 2 екен. Яғни x минус 3, x плюс 2 үлкен немесе тең 0-ден. Сонда жауапқа алатын болсақ минус 2, 3 плюс минус плюс бізде плюс жағы мынау. Сонда үлкен жағы қандай екен? Минус шексіздіктен минус 2-ге дейін, 2-ден, 3-тен шексіздікке дейін. Бұл өсу аралығы. F жауабы болады. Ал енді қалған жағы, мынау минус жағы, ол кему аралығы болады. Яғни себебі мынаны кем деп аламыз ғой. Сондықтан минус 2 мен 3 аралығы, яғни өсуден басқа аралығы, ол кему аралығы болады. Өз екі аралық болады. Өсу кему деген. Сонда кему аралығы бізде минус 2 мен 3 аралығы. H, F және H деген жауаптар болады екен.
H және F деген. Келесі 28. ABC үшбұрышының AB және AC және VC қабырғалары сәйкесінше 5, 3 және 4 см. Осы үшбұрышқа іштей сызылған шеңбердің центрі 0 болса, онда AOB үшбұрышының ауданы табыңыз дейді. Біз былай сурет салайық. Мысалы, мынау бізде үшбұрыш. Оның неге мен тікбұрышты қылып салып жатырмын? Білесіңдер ме? Не үшін тікбұрышты үшбұрыш? Себебі мына жерде қабырғалары 5, 3 және 4 болып тұр. 5, 3, 4. Қараңдар, 3-тің квадраты, 4-тің квадраты қосып көрсек, ол 5-тің квадратына тең. 3-тің квадраты, 4-тің квадраты, ол 5-тің квадратына тең. Яғни, егер қандай да бір түсінген бала болса, онда мынау қабырғаларының өзі тікбұрышты үшбұрышты беріп тұрғанын біліп тұрмыз. Дұрыс па? Мынау екеуі катет, мынау гипотенуза. Сонда, қарашы, бірінші тұрған 5 болса, значит ол AV, яғни мынау А, мынау В, мынау С деп тұр. Мынау 5-ке тең. Мынау екіншісі АС, яғни 3-ке тең. Мынау АВС, ол 4-ке тең. Келесі, осы үшбұрыштың іштей сызылған шеңбердің центрі. Сонда мен тікбұрышты үшбұрыш екенін бірінші біліп алдым. Енді іштей сызылған шеңбердің центрі десек, мен іштей шеңбер салайын. Ой, мынада. Шеңберді біз дұрыс салмай қалдым. Осылай болса, мынау радиус былай қарай тігінен түседі, былай да тігінен түседі. Енді қараңдар. AOB үшбұрышының ауданы тап дейді маған. AOB үшбұрышының ауданы мен қызылмен көрсетіп қойын. Мынау O деген центр болса, мынау AO, мынау OV. Сонда маған мынаны тап деп тұр. Бұны табу үшін енді мен бөлек салайын. Мынау А, мынау О, мынау В. Маған мынау қабырға белгілі. Енді мына екеуін тауып алсам, ары қарай Георон формуласына қолданам. Енді қараңдар. Немесе былай да тапсақ болады. Жалпы полный үшбұрыштың ауданы қаншаға тең бізде? S полный үшбұрыш, яғни 1 деп қойын. S толық үшбұрыш немесе толық деп қойыншы. Ол деген катеттердің көбейтіндісінің жартысына тең. Яғни 3 көбейтілген 4 бөлінген 2. Яғни 6-ға тең. Міне, полный үшбұрыш 6-ға тең. Енді маған мына бөліп керек. Яғни қараңдар, мен полный үшбұрышты таптым. Енді не істеймін? Енді мен мына бөлікті тауып аламын бірінші. Сосын барып мына бөліктің ауданын тауып аламын. Сосын мына бөліктің ауданын тауып аламын. Барлығын азайтсам үшеуін, мынау біреуі ғана қалады. Міне менің идеям сондай. Ол үшін маған радиус керек. Радиус дегеннің формуласы ол S бөлінген P. Бізде S-міз ол неге тең? 6-ға тең. Ал P деген ол периметрдің жартысы. Периметр қаншаға тең? 3 қосылған 4 қосылған 5. Ол 12. 12-ның жартысы 6-ға тең. Сонда радиус бізде 1-ге тең. Мынау 1-ге тең, мынау да 1-ге тең. Сонда мынау кішкентай квадраттың, яғни S1-дің квадраты ауданы қаншаға тең? 1-ге тең. Мына жағы 1, мына жағы 1. Бірінші аудан бізде 1-ге тең. Келесі мынаны табайық. S2 деп қойын. Бұл енді тікбұрышты үшбұрыштарға ұқсап тұр. Мына катеті қаншаға тең? Мына катеті 2-ге тең. Себебі полный катеті 3-ге тең. Оның біреуі мына жақта кетіп қалды. Сонда 2-ге тең. Мына катеті 2, мына катеті 1. Сонда 2 мен 1-ді көбейтсем, бөлемін 2-ге. Бұныңки де ауданы 1 екен. Бұның да ауданы 1. Келесі мынаны табайық. Бізде полный катет 4-ге тең, оның біреуін алып тастаймыз, сонда 3. Мына бөлік 3, мына бөлік 1. Аудан тапсақ, S3-сін 3 пен 1-ді көбейтем, бөлемін 2-ге, 1,5. Сонда менде полный аудан 6, одан азайтамын. Мынау квадраттың ауданын 1, азайтамын, одан кейін мынаның ауданын 1, азайтамын тағы да 1,5-ды. Сонда не болады? 6 азайтылған 3,5 болады, немесе 2,5. Сонда мынау үшбұрыштың ауданы қанша екен? Қызылмен боялған, ол 2,5 екен. Аш жауабы. Мен енді мына жолға салайын десем, просто оны қалай салам? Мына қабырғаны тауып аламын гипотенуза арқылы. Мына қабырғаны тауып аламын гипотенуза арқылы. Одан кейін Георон формуласын салам. Бірақ Георон формуласына қазір түбірлері шығып кетеді, сондықтан да ол сәл қиын болып кетеді. Сол үшін мен осылай алдым. Яғни 3 ауданды тауып алдым да, жалпы ауданнан бөліп алдым. Яғни азайтып алдым. Сонымен бізде енді сәл қиын есеп осы 28 болды, және мынау есеп болды. Мынау есеп негізі менің шығару жолым қате ма, дұрыс па? Ойларыңды айтсаң болады.
Мен енді қазір қарап осыны кешке қарай жазып жіберетін боламын. Тағы да ойланып көремін. Негізі шығару жолым дұрыс сияқты. Қай жерден қателескенімді қазірше білмей тұрмын. Сонымен бүгінгі есептер легі осындай. 22 маусым келесі күні шығады.